Ассалаумағалейкум қазақ елі, Заңгер KZ каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Заңгер Шыныбаев Марғұлан. Ал енді жол жүру ережесіне енгізген өзгерістер туралы айта кетсек. Осы 2019 жылдан бастап полиция қызметкері сақтандыру полисінің қағаз жүзіндегі нұсқасын сұрауға құқысы жоқ. Бұл Қазақстан Республикасының үкіметінің 16 қарашадағы 2018 жылы номер 749 қаулысымен бекітілген. Яғни полиция қызметкері өзінің көлігіндегі компьютер арқылы базадан біздің сақтандыру полисіміз бар ма, жоқ па екенін тексереді. Тағы да айта кететін жайт, 2019 жылдың шілде айынан бастап техникалық көлік паспорты деген ұғым кіретін болды. Бұл біздің үйреншікті техникалық құжат емес. Бұл жерде автокөліктің толық мәліметтері, жаңағы ДТП-ға түсті ма, түспеді ма, және налог төленді ма, төленбеді ма, оның қанша иесі болды, бүткіл анықтамалар осы құжаттың ішінде болады. Осындай өзгерістерге көз шалып өттік. Енді сұрақтарыңыз болса комментария жазыңыздар. Қош сау болыңыздар.